Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы туылып, 1931 жылы өмірден өтті. Ақын, жазушы, аудармашы, композитор және тарихшы және философ. Кейбір деректерде оның есімі Шах Кәрім деп көрсетіледі. Шәкәрім Құдайбердіұлы жастарға: кел жастар, біз бір түрлі жол табайық, арам айла, зорлықсыз мал табайық, өшпес өмір, таусылмас мал берелік, бір білімді данышпан жан табалық. Ал енді олай болса кім далалық, қазақта қай жақсы бар сөз салалық. Шын іздесек табамыз шын ғалымды, күнде күйлей бермейік боз балалық. Сақ болалық, бір шоқып, бір қаралық, қарауылда мезгіл ғой тұр қаралық. Жүз айтқанмен өзгенің бәрі надан, жалын алып абайға жүр баралық.